Сәлем құрметті тоқтылар. Бұл сіздің 2025 жылға арналған жұлдыз жорамал. Бұл видеода әрбір айға және әрбір сфераға жеке тоқталамыз, яғни жеке өмір, махаббат болсын, жұмыс болсын, денсаулық болсын және әрбір айға жеке тоқталам. 2023 пен 24 жылдарға қарағанда қазір бұл жыл өзгеше болады, себебі қазір сізде басқа бір рөлге ауысу кезеңі. Яғни егер 2023-2024 жылдары сіз белсенді, шиеленісті, өз орныңызды табу үшін күрес жүргізген болсаңыз, енді бұл қажеттілік азаяды. Алдыңғы жылдары сізге күресуге, өз орныңызды табуға, жеңіске жетуге итермелеген себептер өз өзектілігін жоғалтады. Бұл сіздің өміріңізде жаңа мағыналар, жаңа мақсаттар іздеу кезеңі болмақ. Алдыңғы жылдарда сіз оқуға немесе карьера бойынша көп көңіл бөлсеңіз, бұнда бірақ енді сіз жаңа өмірлік бағыт іздеуге көшесіз. Яғни өміріңізде қай жолда бара жатырсыз, ревизия жасау, сол туралы ойлану деген сияқты болады. Өмірде жаңа белестер мен ішкі гармонияға жету жолдарын қарастыратын боласыз. 2025 жыл сіздің әлеуметтік рөліңізді өзгертетін кезең болады. Сонымен қатар бұл жылда сіздің материалдық және рухани тұрғыда байылатын жылыңыз болады. Бір мақсатқа жету үшін көп күш жұмсаған кез келген адамның бойында мақсатқа жеткеннен кейін бос сезім пайда болады. Сізге жаңа мағыналар және жаңа бағыттар қажет болады. Бұл жыл тыныш, бірақ ішкі өзгерістерге толы болады. Алдыңғы жылдардағы оқиғалардың жаңғырығы әлі де сезілуі мүмкін, әсіресе 2025 жылдың наурыз айында. Бірақ бұл тек өткен оқиғалардың соңғы көріністері болады. Жалпы бұл жыл сізге өткен өміріңізді сұраптауға мүмкіндік береді. Кішігірім үзіліс жасауға жағдай жасайды. Дегенмен бұл жылы маңызды оқиғалар да орын алады. Егер де негізгі салаларға тоқталатын болсақ, өзін-өзі дамыту және жеке жетістіктер. 2025 жылы сізге өткен оқиғаларды қайта қарастыруға мүмкіндік беріледі. 2023 пен 24 жылдары сіз үшін өте белсенді әрі кішкене мазасыз кезең болды. Енді қазір жаңа мақсаттар мен жаңа бағыттарды анықтауыңыз қажет. Бұл жылы сіздің белгіңізге қарама-қарсы сипаттағы екі планета, Сатурн мен Нептун кіреді. Бұл екі планета сіздің өміріңізде жаңа өзгерістер әкеледі. Нептун планетасы сіздің өміріңіздегі ескі құрылымдарды бұзып, жаңа мағыналар мен құндылықтарды іздеуге итермелейді. Бұл сізді шығармашылыққа, рухани ізденістерге жетелейді. Ал Сатурн планетасы сізге ұзақ мерзімді мақсаттар қоюды үйретеді. Бұл жоспарларды жүзеге асыру үшін шыдамдылық пен тәртіп қажет болады. 2025 жылы сіз өзіңіздің кім екеніңізді тереңірек түсініп, өзіңіздің өмірлік бағытыңызды айқындайсыз. Жеке өмірге тоқталатын болсақ, егер 2024 жылы маңызды қарым-қатынастар аяқталған болса, 2025 жылы оларды қайта жаңғырту мүмкіндігіңіз болады. Алайда жаңа қарым-қатынастарға асықпаңыз, оларды салмақты түрде құру қажет. Егер сіз өзіңіздің екінші жартыңызды іздесеңіз, 2025 жылдың наурыз және қазан айларында тағдырды кездесулер болуы мүмкін, дұрыстап жан-жағыңызға қарап жүріңіз. Бұл жылы сізге қарым-қатынастағы қателіктеріңізді түзетуге, серіктігіңізбен жақынырақ байланыс орнатуға мүмкіндік беріледі. Жыл бойы сіз отбасыңызға көбірек уақыт бөлгіңіз келетін болады. Денсаулық пен салауатты өмір салты туралы айтатын болсақ, 2025 жылы сіздің денсаулық саласында оң өзгерістер енеді. Егер өткен жылдары денсаулығыңызда қиындықтар болса, бұл жылы солар шешімін табады. Алайда, егер сіз түсініксіз симптомдарды байқасаңыз, бұл психосоматикалық болуы мүмкін. Сондықтан психологиялық күйіңізге көбірек көңіл бөліңіз.
жыл бойы сіз өмір салтыңызды өзгертуге бейім боласыз. Тамақтану әдеттері, ұйқы режимі, физикалық белсенділігіңізді жақсарту үшін қазір ең қолайлы уақыт. Отбасы және тұрғын үй туралы айтатын болсақ, 2024 жылдың соңында тұрғын үй, отбасы мәселелері туындаған болса, бұл жағдай 2025 жылдың алғашқы айларында жалғасуы мүмкін. Егер сіз үйді қайта жөндеуді немесе көшу туралы ойласаңыз, ең қолайлы кезең маусым айы. Юпитер бұл секторға кіреді сізде, ал Юпитер ол бізде жаңағы планета удачи деп білеміз оны. Сондықтан сізге жаңа кеңістікте қатысты бұл жаңа мүмкіндіктер ашатын болады. Қаржы мен табыс туралы айтатын болсақ, өткен жылдары қаржы мәселесі сізде өте маңызды болды. Бірақ 2025 жылы қаржылық жағдайыңыз тұрақтанады, стабильность болады. Егер сіз табыс көзіңізді өзгертуді ойласаңыз, ең қолайлы кезең ол маусым және қараша айлары осы жылда. Бұл жылы сіздің материалдық тұрақтылыққа көбірек көңіл бөлуіңізге мүмкіндіктер беріледі. Айларға тоқталатын болса, қысқаша әрине бұл арнаға жазылып кетіңіз, себебі әрбір айдың күндеріне тоқталып мен болжамдарды бөлек жасаймын. Бірақ қазір 2025-ке былай қысқаша әрбір айға тоқталып кететін болсақ, қаңтар айы бізде жыл өте шиеленісті аспекттерден басталды. Бұл кезең жаңа бастамалар үшін емес, өткен қателерді түзетуге, жоспарларды ретке келтіруге қолайлы. Ақпан айында бұлай өткенге оралу, оны қайта бағалаудың уақыты болды сізде. Өткен шешімдеріңізді қайта қарастырып, болашаққа дайындық жасадыңыз. Наурыз айында бұл ай Венераның ретроградтық қозғалысына байланысты қарым-қатынастарға ерекше назар аударуды талап етеді. Сәуір айы сіздің өміріңізде жаңа факторлар пайда болады. Бұл өзіңізді жақсырақ түсінуге және ішкі өзгерістерді сезінуге көмектеседі. Мамыр айында белсенділік артады. Жаңа жобалар, жаңа мақсаттарға жетуге өте қолайлы уақыт. Маусым айында Юпитер сіздің отбасы секторыңызға еніп, тұрғын үй немесе отбасылық өміріңізде жаңа мүмкіндіктер ашады. Юпитер бізде планета удачи жаңағы айтқандай, сондықтан жолыңыз болады осы айда. Егер де үй шаруасы, үй мәселелерін шешу керек болса, көшу керек болса, бір нәрсе сату керек болса, немесе отбасылық өмірдегі проблемаларды шешуге өте жақсы уақыт. Қазір бәрі кішкене оңайырақ жүріп кетеді. Шілдеде бұл ай қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу үшін қолайлы кезең. Сондықтан маусымда Юпитерді дұрыстап қолдансаңыз, шілдеде сізде жаңағы стабильность уақыты басталады. Тамыз айында қарым-қатынас пен іскерлік бизнес серіктестікке көбірек көңіл бөліңіз. Қыркүйекте бұл ай сіздің өмірлік жоспарыңызға жаңа бағыттар қосады. Қазан айында маңызды қарым-қатынастарда жағымды өзгерістер болуы мүмкін. Ал қараша айында қаржылық мәселелер басты назарда болады. Желтоқсанда жылдың соңында өзіңізді жетілдірумен жаңа білім алуға уақыт бөлесіз. Қорытындыласақ, 2025 жыл сіз үшін ішкі үйлесімділік, яғни ішкі гармония, маңызды өзгерістер және жаңа белестерге жетудің тамаша мүмкіндіктері ұсынылады. Осы жылды позитивті өзгерістермен қарсы алып, алға қойған барлық мақсаттарыңызға жетіңіздер. Сәттілік сіздің жағыңызда болсын.